Алматыда жұмыспен қамтушы жылжымалы орталық бос орын туралы ақпарат береді. Аталған шаһарда жылжымалы жұмыспен қамту орталығы адамдар көп шоғырланатын орындарды аралап, тұрғындарға жаңа жұмыс орындарын ұсынып жатыр деп мәлімдейді 24 кезі. Еріктілер екі қолға бір күрек таппай жүрген жандардан анықтама жинап, қалалық жұмыспен қамту орталығына тапсырады. Әрі қарай оларға бос жұмыс орындары бар мекемелер өздері хабарласады. Мысалы, жылжымалы орталық жыл басынан бері жұмыс іздеген 600 адамды тіркеген. Оған қоса 2000 тұрғынға кеңес берді. Орталық жыл бойы қала аумағын аралап жұмысы жастарға қолдау көрсетеді. Көкшетауда көмір бағасын негізсіз қымбаттатқандар жазаланды. Осы өңірде өткен күзде көмір бағасын шамадан тыс қымбат бағамен сатқан кәсіпкерлер жауапқа тартылды. Судьялардың айтуынша 5 ірі компанияға бас аяғы 12 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Бұл туралы 24 кезет ақпараттық порталы хабарлайды. Одан бөлек жеңіл жолмен тапқан 82 миллион теңгеден астам монополиялық табыстарын мемлекетке қайтаруы тиіс. Тексеріс нәтижесіне сүйенсек, аталған көмір жеткізушілер былтыр тоннасы 10 мың теңгенің көмірін шамамен 13-14 мың теңгеден сатқан. Мамандардың сөзіне сенсек, аталған серіктестіктер Көкшетауға көмір әкелетін ең ірі компаниялар. Әрі олар бағаны қымбаттату жайлы өзара келісіп алған болуы мүмкін. Елімізде келісім-шартпен жұмыс істейтіндерде зейнетақы жарнасын төлейді. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға осындай өзгеріс енгізілді деп хабарлайды 24 кезет. Осыған дейін фрилансерлер табыстарының 5%-ын зейнетақы қорына тек өз еріктермен ғана аударып отыратын. Ал 14 шілдеден бастап жарна төлеу заңмен бекітіледі. Жаңа талап бойынша енді келісім-шартпен жұмыс істейтін қызметкерлер зейнетақы жарнасын төлеуге міндетті. Олардың қатарында жеке кәсіпкерлер, адвокаттар, нотариустер мен сот орындаушылары бар. Осы күні елімізде өз еркімен зейнетақы қорына ақша аударып отырғандар саны көп емес. Салдарынан олар үй кезегіне тұратын кезде мемлекеттен жәрдемақы аларда немесе банктен несие рәсімдейтін болса біршама қиындықтарға тап болатын. Ал жаңа заң келісім-шартпен жұмыс істейтіндердің әлеуметтік көмек алуларына жол ашпақ. Оның үстіне зейнетақы төлемдерін биылдан бастап тек бір ғана мекеме жүзеге асырады. Ал зейнетақы қорынан ақша аударудан бас тартқандар әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Каирде әуежай маңында жарылыс болды. Египет астанасы Каирдегі халықаралық әуежайдың маңында жанармай қоймасы жарылды деп хабарлайды Today KZ. Салдарынан 12 адам жарақат алды. Жапа шеккендердің барлығы ауруханаға жеткізілген. Жарылыстан кейін өрт шығып, ол тез сөндірілді. Ақпарат құралдарының хабарлауынша жарылыстан әуежайға ешқандай нұқсан келмеген. Бірақ оқиғадан соң ол уақытша жабылып, әуе рейстері тоқтатылды. Ал жанармай қоймасы Гелиополис мұнай-химия компаниясына тиесілі болған. Әзірге жарылыстың неден болғаны белгісіз. Бірақ әскерилердің мәлімдеуінше ол ауа райының қатты ыстық болуынан жарылған болуы мүмкін. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Уимблдон сайысында жартылай финалға шыққандар анықталды. Лондон қаласында әлемдегі ең үздік теннисшілердің бәсекесі жалғасып жатыр. Бұл туралы ақпаратты Sport KZ порталы мәлімдейді. Уимблдон 2018 додасының ширек финалында испаниялық Рафаэль Надаль мен аргентиналық Хуан Мартин Дель Потро кездескен болатын. Тартысты өткен матч 5 сағатқа созылды. Ал жеңімпаз деп Рафаэль Надаль танылды. Міне осылайша испаниялық теннисші жартылай финалда сербиялық Новак Джоковичпен жолығатын болды. Айта кетейік, дәл осы Рафаэль Надаль іріктеу сында қазақстандық Михаил Кукушкиннан басым түсіп, жарыстан шығарып тастаған болатын.